Бәрекелді. Ал енді бүгін жақсыларды жадына жия білген, кез келген жерге көркем мінезбен сия білген. Ағайынға қадірлі, елге сыйлы, ұлдары ұлағатты, бір-біріне серік болған махаббаттары, берік болған сезімдер көлдей тұнық болған Есенғазы көкем мен Ақжамбат әдемнің шаңырағындағы тойға келіп отырған барша игі жақсылар, қадірменді қонақтар, мәртебелі меймандар, баршаңызға ассалаумағалейкум, той құтты болсын! Рахмет. Арындап сөз айталса масқаралы, жалындап жарқырасын жасталалы. Той дегенін тәңір берген қазына қой, той үшін бар күш қуат тасталады. Тағамнан сусыннан ішіңіздер, жаманнан жартығас ас қалады. Тойдың көркі жайылған табақ емес, тойдың көркі қонақтың қас қабағы. Ал ағайын бір көретіп шапалақ шоқ, алтын тойдың екінші ақ дастарханы коллективтермен басталады. Рахмет. Ал енді көке, кәде алтын тойларыңыз құтты болсын. Кезінде естай ақын былай деген екен: көлмен көлдей, таумен таудай теңдесе, белдесуге талап қылдым мен неше. 51 жыл ғашық болдым қорланға, 51 жыл өмір сүрдім ендеше дейді. Ал енді көке кәде 50 жыл бірге ғашық болып, 50 жыл өмір сүргендеріңіз құтты болсын. Ал енді мынау әке деген асқар ана соның жағасында бұлақ қой таудан аққан сылдырап, ал бала соның жағасында шайқалған көк мұңғырап. Әкеңді бақ, анаңды бақ, ықыласыңмен шыңғылап дейді. Бүгін ықыласыңмен шыңғылап ата-ананың разылығын алып жатырған текті ұрпақ ұл қыздарына бір шапалақ соғып қояйық. Рахмет. Қайнарала көзіп айтады: әкем менің әміршім әулетімде, тұлғасын биік көрем тау ретінде. Арманына асықпай жету үшін, тау тұрғаны жақсы қой жау бетінде дейді. Осы ұл қыздарың арманына асықпай жетсінді қорғаштаған, бар арман мақсаттарын орындаған Есенғазы көкеме ду-қол шапалақ соғып қояйық. Және дүниеде кім күшті? Ана күшті. Небір патша ананың сүтін ішті. Қадірлеңдер, құрметтеңдер аналарды. Аналармен гүлденген жердің үсті дейді. Жердің үстін гүлдендір, сәнін келтір, отбасының ұйытқысы болған